Америка Құрама Штатларының денсаулық сақлау системасы жаһан медицинасында авангард есептелінеді. Хирургия, тек арнан кардиохирургия бойынша америкалық қанегелер дүнияға белгілі. Америка, Өзбекстан бірге істесулері әсіресе медицина тарауында өзінің нәтижесін бермекте. Хабарыңыз болса керек, дәслеп ақшылы шпакерлер Ташкент қаласындағы балалар милли медицина орайында болып, 30-дан астам балаларға жүрек операциясын әмелге асырған еді. Кардиохирург, ревматолог, анестезиологлардан ібарат бір топар ақшылы шпакерлер Қарақалпақстан медицина институты клиникасында болды. Жүда ұзақ тарихқа ие болмаған Қарақалпақстан медицина институты клиникасы универсал клиника сыпатында дүнияға белгілі болып үлгерді десек асыр айтқан болмаймыз. Мималар дәслеп институт студент жастар менен пікірлесті. Сондай-ақ клиникада балалар үшін жаратылған шарайтлар менен жақыннан танысты. This is my first visit to Қарақалпақстан. Менің еліңізге дәслепкі келуім. Қарақалпақстанлы кәсіптестеріміз бенен бірге көп жылдар давамында істесеміз деп сенім білдіремен. Медицина тарауын бірге рауажландыру үшін өз үлесімізді қосамыз. Біз тек балаларды медициналық тексеруден өткеріп, операция етіп қоймастан, олардың аяққа тұрып кету үшін тұрақлы бақылауға аламыз. Сондай-ақ бір жылдық шартнамамыз барысында Қарақалпақстан медицина институты студент жастарына теориялық сабақтар беріп барамыз. Мастер-классларда солар қатарында. Адам науқасланып, дәртінен дауа ізлер екен, әлбетте тәжірибелі шпакерлерге жолығуды мақұл көреді. Әсіресе кішкене балалардың өмірі қауіп астында болса. Бүгінгі заманауи медицина қарқандай кеселікті ерте анықтап, диагноз қою өз уақытында сапалы емдеуді әмелге асыру имканиятын жаратып бермекте. Әсіресе бұнда бірге ілесу тәжірибе алмасу ұнамды нәтиже береді болуы мәлім. Соңғы уақытлары президентіміздің басламасы һәм қолдап қуатлауы менен сырт елі тәжірибелі шпакерлер бізге, ал жергілікті шпакерлер шет елдерге барып тәжірибе алмасу имканиятына ие болмақта. Қазір Америкадан келген 20-дан артық шпакер профессорлар клиниканың ішкі шарайтларымен жақыннан танысып жатыр. Ітібарлы тарапы күн давамында сол балалардың бұл жердегі кардиохирургик амелиятты алып бару үшін балаларды тексеруден өткереді. Бұл жерде жаратылған шарайтлармен жақыннан танысады. Ертеңнен басылап операцияларын басылайды. Ертеңнің өзінде 4 баланы сол құрамалы операция күтіп тұрыпты. Қазір олардың жағдайларымен жақыннан танысу процесінде америкалы шпакерлер. Ітібарлы тарапы бұл клиникадағы Қарақалпақстанлы 50 баланы жүрек операциясы істелінеді. Әйне осы америкалы шпакерлер тараптан. Бұл 20 врачлардан ібарат, америкалы врачлар. Һәм бұл проекттің өзі Қарақалпақстанға арналған. Қарақалпақстанның балалар операция болады. Нөкісте 1 ай давамында операция қылады. 1 ай давамында біздер әзір жүрек нұқсасы кесел балалардың одан алдын 1 ай алдын соларды тексеріп, учетқа регистрация етіп, содан бір 40-50 бала таярлап қойыппыз. Соған һәмме таярлық не дәрі болама, расходный материал деп алады. Операция уақытында керетуғын әр түрлі өскөнелер, аспаплар, соның һәммесі тәмеленді толығымен операцияға балаларым сайланды, регистрациядан өтті, ата-аналармен сәубетлестірілді. Бұл бригаданың ахаметі, бұл бригаданың қасында 20 врач Америкадан келсе, соның қасында 7 врач Ташкенттегі милли педиатрия орайынан келеді. Одан басқа 50-60 Қарақалпақстан медицина институтының врачлары, педагоглары, ординатор клиник, магистрлар, докторантлар һәм студенттер, 6-шы курс студенттердің бәрі қасында жүріп соның бәрін үйренеді. Демек бұл жерде тек қана операция емес, бұның ішінде лекциялар, мастер-класслар, үйрену, стажировкалар болады. Һәм өзіміздің балалар кардиохирургиясы бұл тарихта бірінші мәрте ашылып жатырыпты біздің Қарақалпақстанда. Қарақалпақстанда һәмме балаларды операция қыламын деп 1 жыл давамында Қарақалпақстанға келіп операция қылады. Қазір сентябрь айында келген болса, 2-ші мәртебе ноябрьда келеді. Һәм жыл давамында әр кварталда 1 мәрте келіп, америкалы врачлар операция қылып балалардың бәрін емдеуге әрекет етеді. Сонда мағлумат сипатында айтуымыз керек. 11 сентябрь күні америкалы шпакерлер тарапынан балаларға хирургиялық операциялар әмелге асырылуы белгіленген. Бұл хақында кейінгі бағдарламамызда мағлумат беруге әрекет етеміз.